Анаға қат. Амансыз анашым. Денсаулығыңыз қалай? Аяқ қолыңыз сырқамай жүрсіз бе? Әкемнің денсаулығы жақсы шығар. Бүгін сізді көктем мерекеңізбен құттықтап қояйын. Көктемдегі негіз сіздің егізіңіз тәрізді. Айтпақшы, біздің Түркістанды сізге ұқсатам. Себебі қысы жылы, көктемі ерте, күзі сағындырып келеді. Сондай көркем. Сіздің ашулансаңыз да құлыншақ деп үн қататыныңыз сияқты. Ал мен аман есенмін. Сіздердің дұға тілектеріңіздің арқасында Алланың қалауымен жүріп жатырмын. Сізге уәде бергенімдей күліп жүрмін. Сіз маған үнемі айтатын едіңіз ғой. Ар намысыңды таптатпа, жігеріңді жасытпа. Адамдарға әлсіздігіңді көрсетпе деп. Қанша қиын болса да, барлығын жиып қойып, айналама мейіріммен айнаға күліп қарауға тырысамын. Айнадан Қайраттың қызы деген атқа лайық қайсар Ләйлімді ғана көру үшін. Шын мәнінде көңілім астан кесті. Сізге ұрсатын едім ғой. Бәрін жүрегіңізге жақын аласыз. Бәрін уайымдай бересіз деп. Білесіз бе, қазір қызыңыз сізден аумай барады. Мықты болуға бар күшімді салып жүрмін. Алайда менің бар күш қуатым сіздерге байланған екен анашым. Сіздерден алыстап, мейірлі жүздеріңізді көрмегелі 3 жылға жуық уақыт болды. Менің бар төзімім шегіне жетіп қалғанын сезіп жүрмін. Сіздерді құшағыма қысып, жақсылап жылағым келеді. Сол күнді сіздермен қауышар шақты асыға күтіп жүрмін. Кейде тентектігіме салып, бәріне қолымды жалғыз сілтеп, жандарыңызға кетіп қалғым келеді. Артынша есімді жиып, ақылым орнына келген кезде, барасың ғой, бірақ барғанда не тындырасың? Болашағыңды ойласайшы, ақымақ қыз. Еркелігіңді қойып, есейетін уақытың жетті емес пе? Ертең сен де анасың. Сол кезде қыздарыңа қандай тәрбие бересің? Мен сияқты жігерсіз болды үйретесің бе? Деп өзімді жазғырып аламын да, амандықтарыңызды Аллаға аманат етемін. Менің тек бір ренішім бар, уақытқа деген. Неге дейсіз бе? Егер мен кішкентай, ақылсыз, әлжуаз қалпымда қала берсем, сіздерден алыстамас едім ғой. Үнемі жандарыңызда болар едім. Қалқаман Сариннің өлеңі бар еді ғой. Көшелері тарылған тас қаладан, тарыдай бір мейірім таппағанда, сені сағынып кетем анашым деген жолдары бар. Мен де тарыдай мейірім іздеп, көз жасымен жастықтарды жумас едім ғой. Сол үшін білемін уақытқа. Маған қымбатты нәрселерден мені жырақ қылып, сағындырып қойған үшін. Білесіз ғой, сары қызыңыздың 40 екені. Бұл қатты жазу себебі мерекеңізбен құттықтау болатын. Ендеше аяқтайын. Мейрамыңыз құтты болсын анашым. Денсаулығыңызды күтіңіз. Біз сіздің аялап, мәпелеп өсірген нәзік қана гүлдеріңізбіз. Сізден жылылы, мейірім алып өсіп келеміз. Біз жас болғандығымыз үшін емес, сіздің махаббатыңызбен күштіміз анашым. Сол себепті Алладан шуақты жүніңізден тараған нұрды өшірмеуін сұраймыз жұмағым.